Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға желілерді басқару және құру негіздері пәні бойынша дәріс ұсынылады. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы желілік технологияларға кіріспе. Бұл аталмыш пән есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған. Жалпы бұл бүгінгі дәрісіміз алғашқы дәрістер бастамасы болып табылады. Дәрісіміздің жоспарына тоқталатын болсақ, есептеуіш техниканың және компьютерлік желілердің даму тарихы туралы болмақ. Сонымен алғашқы есептеуіш техника деген есептеу және мәліметтерді өңдеу процесінің маңызды компоненті болып табылады. Есептеуге арналған алғашқы құрал ретінде есептеу таяқшаларын атауға болады. Бұл құрал қазіргі кезде де бастауыш сынып оқушыларын есепке үйрету үшін қолданылады. Даму жолында бұл құралдар күрделене түсті, мысалы финикиялық саз фигураларына айналды. Уақыт өте келе қарапайым құрылғылардан күрделі құралдар пайда бола бастады. Мысалы абак, логарифмдік сызғыш, механикалық арифмометр, электрондық компьютер. Алғашқы есептеуіш құрылғылардың қарапайымдылығына қарамастан, олармен жұмыс жасауға үйренген адам қазіргі заманғы калькуляторларды пайдаланғаннан да жылдам есептер жүргізе алады. Әрине, қазіргі заманғы есептеуіш құрылғыларының жұмыс тиімділігі және есептеу жылдамдығын ең жылдам есептегіш адамның өзін шаң қақтырып кетуі мүмкін. Енді бұлардың барлығын біз осы дәріс барысында қарастырып өтеміз. Шұғыл мекемелерде желілерді пайдалану несімен тиімді деген сұрақты талдайтын болсақ, әрине көзге осының артықшылықтары ілінеді. Ол алдымен мекеме жұмысының тиімділігін жоғарылату, параллель есептеулерді ұйымдастыру мүмкіндігі, деректер мен құрылғыларды ортақ түрде пайдалану, жүйе бойынша жұмысты үйлестіру, корпоративті ақпаратқа шұғыл түрде қол жеткізу, сонымен қатар коммуникациялар жүйесін жақсарту деп айтар едік. Бүгінгі таңда желілер және желілік технологияларсыз біз күнделікті қызметімізді, әрекеттерімізді елестету қиын. Дегенмен осы күнге жеткен заманауи технологияларға қол жеткізу барысы бүгінгі дәрістің аясында пайда болу тарихы, қалыптасу, даму көрсетіледі. Есептеуіш техниканың пайда болуы ол енді сандарды қосу операциясын машинаның көмегімен орындау идеясынан басталған. Бұл идеяны жүзеге асыруға тырысқан туралы бізге жеткен алғашқы еңбек Леонардо да Винчиге тиесілі. Экранда көріп тұрғандарыңыздай Леонардо да Винчидің санауыш құрылғысының моделі ұсынылған. Бұл модельде ешқандай қазіргі уақытта тән автоматика және қарапайым механикалық тұрғыда жасалған құрылғының моделі. Адамзат қарапайым есептеу құралдарын қолдануды мыңдаған жылдар бұрын бастағаны сіздерге белгілі. Есептеудің ең көп тараған түрі ол айырбас саудасында қолданылатын тауарлардың санын анықтау болды. Мысалы, Римде саусақпен санаудан гөрі таспен, сүйекпен санауға көше бастағандықтан абак деген құрал есептеуді жеңілдетті. Олар оны қоладан, піл сүйектер мен түрлі түсті әйнектерден жасады. Бүгінге дейін абак терминінің шығу тарихы белгісіз. Алайда ежелгі римдіктер оны калькюле немесе абакюл деп атайды. Осы атаулардан қазіргі калькулятор шыққаны белгілі. Қытайлықтар біздің эрамыздың 6 ғасырында тастарды моншақтарға алмастырды. Суаньпан деп аталды. Ал жапондық абак соробан, яғни 15-16 ғасырда пайда болады. Ресейде абак 16-17 ғасырда есепшот деген атаумен тарала бастаған. Көріп тұрғандарыңыздай суретте сүйектерге салынған кертіктер, бұл эстониялық сүйек, Чехияда табылған, біздің заманымызға дейінгі 30 мың жыл бұрынғы аспап құралға жатады. Енді ең қарапайым шешім ретінде айырбасталатын тауардың салмағы эквивалентін пайдалануды айтуға болады. Сауда кезінде сонымен қатар бұл жағдайда тауардың құрамындағы заттардың санын есептеу қажет болмайды. Бірақ бара-бара бұл мақсаттарда қарапайым балансирлік шекілер қолданылатын,
яғни массаны анықтауға арналған алғашқы құрылғылар болды. Эквиваленттілік принципі абак деп аталатын құралда да пайдаланылды. Алдыңғы суретте біз қарастырдық. Заттарды санау үшін бұл құралдағы сүйектерді қозғау қажет болатын. Көріп отырғандарыңыздай абак суретінде тісті сақиналарды ойлап табуға байланысты есептеулерді орындауға арналған құрылғылар күрделене түсті. 20 ғасырдың басында табылған антикитерлік механизм, яғни біздің заманымызға дейін 1 ғасырда батып кеткен антикалық кемеден табылған ғаламшарлардың қозғалысының үлгісін көрсете алатын еді. Болжам бойынша бұл құралды діни мақсаттарда күнтізбелік есептеулер жүргізу, күн және ай тұтылу болжау, егін егу және жинау уақыттарын анықтау үшін қолданған екен. Сонда сол уақыттың өзінде қаншалықты дамығанын түсінуге болады. Есептеулер жүргізу үшін 30-дан астам қола сақиналар және бірнеше циферблаттар қолданылды. Ай фазаларын есептеу үшін дифференциалдық тасымал пайдаланылды. Ғалымдар бұл тәсілді 16 ғасырда ойлап табылған деген болатын. Антика мәдениеті құлдыраған соң мұндай құралдар жойылып кетті. Күрделілігі осы шамалас механизмдерді құру үшін адамзатқа 1,5 мың жыл қажет болды. Сонымен көріп отырмыз, бізде алғашқы есептеуіш техника дамымас бұрын саудаға байланысты түрлі жаңағы математикалық есептеулердің қажеттілігі туындады. Әр жерде әртүрлі ұқсас құралдар, аспаптар пайда болды. Абак дедік, сонымен қатар суаньпан, сорабан суреттері де келтірілген. Бүгінгі дәріс барысында алғашқы есептеуіш техниканың даму сатысының үлгілерімен таныстық. Келесі дәрісіміздің жалғасында осы тақырып ары қарай талқыланады, жалғасын табады. Назарларыңызға рахмет.